Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін творог қосылған өте оңай дайындалатын печенье пісіретін боламыз. Ең алдымен творогымызды аламыз. Ірі жерінің барлығын майдалап алатын боламыз. Барлығын майдалап алғаннан кейін ертілген сары майымызды құямыз. 1 шымшым тұз және де 1 шай қасық қопсытқыш, яғни разрыхитель қосамыз. Сонан соң ұнымызды шетінен қосып, бірдестен қоспаймыз, шетінен қоса отырып, жұмсақ қамыр елейміз. Егер творогтарыңыз жаңағыдай қатты құрғақ болатын болса, ұн көп кетпейтін болады. Ал егер де сұйық, сулы болатын болса, ұнымыз көбірек кететін болады. Ұнға байланысты, сондықтан ұнды бірдестен барлығын қоспаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Менің жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басуды да ұмытпаңыз. Біздің қамырымыз дайын. Бізде осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Енді қамырымызды алып, қамыр жаятын жерге 2-ге бөліп аламыз. Бір бөлігін бір шетке қойып қоямыз. Екінші бөлігін жұқа етіп жайып шығамыз. Қамыр жаятын жерімізге кішкене ұн сеуіп шығамыз. Және де осыны жұқа етіп, бір келкі етіп жайып шығамыз. Дәл осы видеодағыдай ұзынша етіп жайыңыздар. Менде шамамен ені бір 15-16-17 сантиметр шығады. Жұқалығы шамамен 3-4 мм болуы керек. Енді осы қамырымыздың шет жақтарын бірдей етіп кесіп шығамыз. Бұл печеньенің жасалуы өте оңай, сондықтан кез келген уақытта 10-15 минутта дайындай салуға өте тиімді болып табылады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Артық қамырдың бәрін шетке алып тастаймыз. Енді дайын жайылған қамырымыздың үстіне қант себетін боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша сепсеңіздер болады. Негізі осы бір қамырға 2 ас қасық қант кетеді. Егер тәттірек болсын деп, тәтті жақсы көретін болсаңыздар, көбірек себе берсеңіздер болады. Қантымызды сеуіп болғаннан кейін жаймен осылай домалақтап орайтын боламыз. Бір келкі етіп орап шығамыз. Дәл осы мен жасап жатқан қамырдан шамамен 18-20 штук печенье шығатын болады. Егер көптеп жасаймын десеңіздер, қоспаны көбейтіп жасасаңыздар болады. Кішкене үстінен бір басып шығамыз. Және де бір келкі көлемде өз қалауларыңызша кесіп шығамыз. Бізде осындай рулеттер пайда болады. Қамырымыздың екінші бөлігінде дәл осылай жайып орап алатын боламыз дайындап.
Енді пергамент қағазы төселген противенімізді алып, біртіндеп барлығын салып шығамыз. Мына шеті кішкене ашылып қапты, жабыстырып жібереміз. Барлығы дайын, енді пісіріп аламыз. 180 градуста 25-30 минутқа пісіріп алатын боламыз. Біздің печеньяларымыз дайын, жарты сағатта пісіп шықты. Енді бетіне қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Өте жұмсақ, керемет болып шыққан. Арасы да пісіп, өте керемет болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.